алынған нәрсе. Сол үшін мына отбасыдағы мәселеде бірінші орында тұратын, ең бірінші рөлді атқаратын кім негізі? Кім? Сіз әйел дейсіз. Еркек дейсіз. Мен сіздерге айтайын, отбасыда өте әйел кісі. Отбасының бүткіл атмосферасын жасап тұратын әйел кісі. Ер адам ол даланікі. Ол даладағы мемлекеттің немесе жаңағы көшенің, мешіттің немесе басқа да бір жұмыстарды басқарып жүретін адам. Ол үйде көп болмайды, ол ер адам. Үйде көп болатын кім? Ол әйел. Егер де әйел адам бүткіл атмосфераның барлығын өзіне ыңғайлы қылып әдемілеп жасап қоятын болса, ер адам не істейді? Соған қарай оған қарым-қатынас жасайды. Көбінесе үйленгеннен кейін ер адамдар мынандай сезіммен, мынандай нәрсемен, мынандай түсінікпен үйленеді. Отбасында мен бастықпын деген түсінікпен үйленеді. Бірақ соңына келген кезде әйелдің айтқанын істеп жүреді. Жоқ, бұл мазақ емес негізінде. Ол шынымен де сондай. Өйткені әйел не деп айтады? Біздің үйге мынандай нәрсе керек. Бізге мынандай нәрсе керек. Жаңағы бала шағамызға мынандай нәрсе керек деген кезде ері сол нәрсені міндетті түрде орындау керек. Ал ер адамдар осы жерде дұрыс түсінбегендіктен бұл әйелмен қырылысады, жаңағы соғысады, сосын барып отбасын құрамайды. Және ер адамзаттардың, ер жігіттердің арасында мынандай әңгіме болады, жаңағы бір жерге жинала кетсе, әйеліңізді алып жатса, жаңағы мазақ қылады, сондай бір жаман сөздер дейді, жаңағы подкаблук деген сөздер дейді. Жоқ, ондай еркек негізінде алып, әйел жағымен жақсылап сөйлесіп, оның керек жарағын алып беру керек. Керек жарағын алып беру керек. Өйткені ол еркек өзінің отбасына өте қатты қарым-қатынас жасайды. Өте қатты мән береді деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты емес пе хадисте? Хиярукум линнисаикум. Сендердің араларындағы ең жақсыларың отбасыларыңа, соның ішінде әйелдеріңе жақсы қарым-қатынас жасаңдар. Ол үшін әйелді өз ответственность ету керек соған. Алып алып мен өзімді осы жасау керек қайткен керек. Оны басқа мәлім алу ол екінші түрі. Иә. Енді қараңыз, мен енді мына аятқа оралайын қайтадан. Рум сүресінің 21-ші аятына. Енді біз яғни әйелдердің жаратылысы қандай болды дейді? Литаскуну илейха. Ерлер сендер әйелдеріңнен не табасыңдар дейді? Тыныштық табасыңдар. Литаскуну деп біз еркектерге айтып жатыр. Илейха дейді әйелдерге. Яғни сендер әйелдерінен барып тыныштық табасыңдар дейді. Егер де ер азамат өзінің әйелінен тыныштық таба алмаса, ол ер азамат қаяқтан іздейді? Көшеден іздейді. Басқа әйелдерден іздейді. Басқа әйелдердің қылықтарына қарап сол жақтан іздейтін болады. Егер де ер азамат тыныштық таппаса, оны басқа жерден іздейді. Өйткені жаратылысы сондай. Ол өзінің сүйген жарына үйленді ме, ол содан тыныштық табу керек. Егер де сол сүйген жары әйелі оған тыныштық бере алмаса, онда ол қиын болады. Және де Аллах Тағала сендердің араларыңа мауадда, махаббатты орнатты, уарахма және де мейірімділікті, рахметтілікті орнатты. Көрдіңіз ба? Яғни біз осы амалды жасаған кезде ғана араларымызда не болады? Махаббат болады. Әйел мен еркектің арасында махаббат болады, және де рахма, яғни мейірімділік болады. Егер де жаңағы литаскуну илейха деген амал жасалмаса, онда араларында махаббат та болмайды, мейірімділік те болмайды. Екеуі екі жағы. Расымен де бұл аят кімдерге арналған? Пікір, ой жүгіртетін адамдарға арналған, яғни ақыл иелеріне арналған дейді. Сол үшін біз осы нәрсені түсінуіміз керек. Әйел адам әрқашанда күйеуіне тыныштық таба білетін болса, ол өзінің күйеуіменен мәңгі бақи өмірдің соңына дейін бақытты өмір сүретін болады.